Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ еларымыздар. Міне Жаңаөзен қаласы Былжырбай мекемесі бүгін 29-11-2024 жыл әдетте ереуілін жалғастыруда. Еңбек тауы жалғасуда. Ассалаумағалейкум. Бізге кеше жалған ақпарат беріп отыр деп үкімет басшылығы бізге қарсақ өтпеген. Соған тағы қайта қарсақ өтіп жіберем. Бірақ голосовойды адамдардың атын айтпаймын сендерге. Неге десек, КМБ уақытта прокуратура, акимат замешін берді. Ана адамдардың атын жариялайтын болсам, бала шағасына қауіп төндіреді. Сол себептен айтып беремін. Бола ма? Ал жігіттер, кеттік. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Біз Қазақстан лайшылары Жаңаөзен. Бізге теріс ақпарат жіберіп жатқандарға тағы да ескерте кетейік. Қала халқына да бізде түгел ақпарат бар. УПСП-1, УПСП-2, цех перекачка, үшеуінде майы сағатына плюс 325-те 566 заключенесі сағатына артық май беріп жатыр. Тонна май 325 мың тонна 566 артық май орындап жатыр. Годовой планды жауып тастады уже. Кеше ұрлық тоқтауынан кейін тағы көбейеді енді. Ендігі жылдың планына кетіп барды. Тағы да Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев тезірек бізге Генеральный прокуратура, полиция бәрін жоғарыдан жөніміз керек. Біздің облыс, қала бәрі замешін бұл жерде. Сол себептен айтып отырмын. Қаланың әкімін, облыстың әкімін, қазынайгазы басшылығын түгел тазалау керек. Төдеде қыспақ басталды, азар жігіттер көрсіңдер ғой. Енді тағы қыспақ басталады бізге. Сол себептен тездетіп жіберген адамдарыңызды. Ертең Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев құсап естімеді деп отырмаңдар. Бізге айтқан жоқ, бізге басқа ақпарат бар деген әңгіме болмасын. Айналдырып тұр мына. Сол сөзден айтып отыр, бізге 1000 жігіт отыр. 20 шақты екінші кәсіподақтың адамдары сосын құлақтары жұмыстан жүр. 30 бар жоғы шыққан. Біздің ақпарат бойынша. Ал өтірік ақпарат беріп, жұмысқа шықты деген ол жалған. Солай ма жігіттер? Сол сөзден тездетіп бізге басшылықтан, прокуратурадан ақпарат президенттен адамдар жіберіңіз. Осы күнгі айтамын. Сосын жігіттер, кредит бар. Басқа да қауіпсіздіктерге ермеңдер. План жабылып, жалақы төленеді. Оның себебін айтайын. 22 жылы қаңтарда болған оқиға. Оны Қазмайгаз басшылығы жасады. Сол кезде біздің жалақымызды 100% төлеген есіңізде ма? Дәл сондай болып біздің жалақымыз төленеді осы айда да. Сол себептен аңда жүріп айналарыңызға. Осыған банка әзірге үзіліс.